Кайырлы күн, құрметті әріптестер. Алматы қаласының өңірлік коммуникациялар қызметі өз жұмысын жалғастырады. Баспасөз конференциясының тақырыбы Алматының полиция қызметкерлері мен құтқарушыларының кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылықтың алдын алуы бойынша рейдтер жүргізуі туралы болмақ. Жалпы балалардың қауіпсіздігі жайлы сөз қозғаймыз. Біздің құрметті спикерлерімізбен таныс болыңыздар. Полиция департаменті ювеналды полиция бөлімінің бастығы, полиция подполковнигі Шонжанова Жанна Тұрсынханқызы, Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаменті мемлекеттік өрт бақылау басқармасының бас маманы, азаматтық қорғау майоры Муканов Дарын Болатханович. Қош келдіңіздер, добро пожаловать. Жанна Тұрсынхановна, первое слово предоставляется вам. Добрый день. В целом, департаментом полиции города Алматы принимаются ряд комплексных мер, направленных на профилактику правонарушений, безнадзорности, беспризорности среди несовершеннолетних. В течение текущего года на систематической основе проводились общереспубликанские, общегородские и локальные рейдовые мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, недопущение безнадзорности, беспризорности среди них. В целом, за 6 месяцев текущего года выявлено свыше 10 тысяч административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Выявлено свыше 290 несовершеннолетних подростков-правонарушителей, которые поставлены на учет, профилактический учет органов внутренних дел. 315 родителей, не занимающихся воспитанием, обучением, содержанием несовершеннолетних детей, скажем так, неблагополучных семей. В Центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помещено свыше 500 несовершеннолетних. Это как безнадзорные и беспризорные, прибывшие из других регионов республики в город Алматы на заработки без сопровождения законных представителей. Вместе с тем несовершеннолетние, оставшиеся без попечения законных представителей. В целом рассматривались материалы на комиссиях по защите прав несовершеннолетних при акиматах города в интересах несовершеннолетних. Значит, свыше 600 родителей привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению несовершеннолетних детей. К сожалению, есть факты и лишения родительских прав. В целом, хочу отметить, что за каждой организацией образования города Алматы наравне со сотрудниками ювенальной полиции закреплены сотрудники криминальной полиции, участковые инспектора, которые также в течение года проводили профилактическую разъяснительную работу среди несовершеннолетних и законных представителей, то есть родителей. Все эти меры направлены на недопущение правонарушений среди несовершеннолетних, недопущение нарушения их прав. В целом, основная задача сотрудников ювенальной полиции – это защита прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних от любых форм посягательства, выявление, как я ранее отметила, законных представителей, ненадлежащим образом занимающихся воспитанием, обучением, содержанием детей, раннее выявление несовершеннолетних, склонных к совершению административных, уголовных правонарушений, профилактическая работа с ними, то есть выявление несовершеннолетних, уклоняющихся от получения образования. В целом, такие мероприятия у нас проведены за текущий период, анализируемый. В целом, в специальную организацию образования за систематический уход из дома, уклонение от получения образования помещено 16 несовершеннолетних. Это тоже крайне превентивные меры. В целом, вот такого плана работы проводится ювенальной полицией. Благодарим вас за предоставленную информацию. Ақпаратыңызға көп рахмет. Келесі сөз тізгіні Дарын Болатхановна беріледі. Мархабат. Саламатсыздар ма, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаменті жаз мезгілінде балалардың қауіпсіздігін сақтау бойынша іс-шаралар өткізілуде. Алматы қаласында барлығы 191 мектеп жанындағы лагерлер және 15 жалпы сауықтыру орталықтары бар. Жалпы білім беретін мектептер базасында педагогтармен, қызмет көрсетуші персоналдармен және лагер әкімшілігімен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша нұсқаулықтар мен сабақтар өткізу жұмыстары, профилактикалық іс-шаралары өткізіліп жатыр.
Мәселен, өрттің алдын алу және қаза жарақаттануға жол бермеу мақсатында бұқаралық ақпарат құралдарында да материалдар жарияланып тұр. 500-ден астам мұғалімдер мен лагерь қызметкерлерін қамти отырып, өрт қауіпсіздігі ережелерін және өрт болған жағдайда алғашқы іс-қимылдары туралы жаднамалар мен брошюралар тапсыра отырып, 53 нұсқама мен дәріс өткізілді. Қазіргі кезде Алматы қаласында қауіпсіз үй профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Осы профилактикалық іс-шара аясында 140-тан астам жиын өткізіліп, 7000-нан астам адам қамтылды. Осы профилактикалық іс-шара аясында балалардың көп қабатты тұрғын үйлерде балалардың терезеден құлау профилактикалық іс-шарасы да ата-аналарға түсіндірілуде. Негізі кешкі уақыттарда балалардың жинап үйдің алдында анимациялық мультфильмдер көрсетілуде. Қасындағы ата-аналармен де балаларын жалғыз қалдырмау туралы түсіндірме жұмыстары жүргізіліп жатыр. Рахмет. Спикерлерімізге рахмет. Енді біз сұрақ-жауап бөліміне өтетін боламыз. Далее мы переходим к сессии «Вопрос-ответ». Первое слово предоставляется журналисту газеты «Вечерний Алматы». Добрый день. В Алматы проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе». Расскажите, пожалуйста, о его результатах и в каких случаях ребенка могут забрать в отделение полиции. Если, например, несовершеннолетние подростки сидят после 11 вечера на скамейке возле своего дома, вот во дворе, считается ли это нарушением? Спасибо за вопрос. Да, действительно, с 15 по 17 июля текущего года на территории вообще не только Алматы, всей республики, в том числе города Алматы, проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе». Цель мероприятия – это предупреждение, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, недопущение правонарушений в отношении них. В целом, за 3 дня оперативно-профилактического мероприятия по городу Алматы выявлено свыше 330 правонарушений несовершеннолетних. В основном это нахождение, как вы правильно отметили, несовершеннолетних вне жилища в ночное время, а именно после 23 часов без сопровождения законных представителей. Хочу здесь отметить, что нахождение несовершеннолетних после 23 часов вне жилища, это может быть даже и возле дома. Обычно вот родители жалуются, вот сидели во дворе. Закон предусматривает вне жилища, значит, это вне жилья, на улице, у подъезда, во дворе. За это предусмотрена административная ответственность по статье 442 части 2 Административного кодекса, Кодекса об административных правонарушениях. Если это в первый раз, то налагается взыскание в виде предупреждения в отношении законных представителей. Если ребенок оказывается в течение 1 года дважды вне жилища в ночное время, значит, за это предусмотрен административный штраф в размере 3 месячных расчетных показателей. Рассматривается он судом административным. Вместе с тем предусмотрена ответственность за допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время, а именно после 22 часов без сопровождения законных представителей. Предусмотрена ответственность на субъектов предпринимательства по статье 132 Административного кодекса, а также в отношении законных представителей, которые допустили нахождение детей в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей. В целом я бы хотела отметить по результатам отработки «Дети в ночном городе». Преступлений, совершенных несовершеннолетними, не допущено, но вместе с тем очень много фактов, когда несовершеннолетние, как я отметила, находились вне жилища. Имеются факты распития ими алкогольных напитков, это порядка 4 фактов мы выявили. Беспризорные, безнадзорные приезжие из других регионов, несовершеннолетние, которые оказывались на территории города Алматы без сопровождения законных представителей. Все они помещены в Центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В дальнейшем сотрудниками данного центра они будут передаваться законным представителям. Значит,
Ну, в целом, все эти оперативно-профилактические мероприятия, как я уже отметила, направлены на защиту прав, недопущение правонарушений в отношении несовершеннолетних и совершаемых ими самими. Также у нас во время отработки этой профилактического мероприятия проверялись семьи, которые состоят на учете по месту жительства, на предмет выявления фактов жестокого насилия, несовершеннолетние состоящие, также на учете органов внутренних дел. Выявлены родители, которые не уклонялись от воспитания, содержания, обучения несовершеннолетних, которым применены нормы административного законодательства по статье 127. Спасибо большое. Летом особо остро стоит вопрос с выпадением маленьких детей из окон. Поделитесь, пожалуйста, рекомендациями, как родителям не допустить такого исхода, и были ли зафиксированы подобные случаи в Алматы в прошлом году, в этом году? Здравствуйте, спасибо за вопрос. Падение из окна является одной из основных причин детского травматизма и смертности. Как защитить ребенка от падения из окна? Необходимо... Большинство случаев падения детей это у нас происходит в городе, в многоквартирных жилых домах. Необходимо отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки, они предназначены для защиты от падений. Также необходимо устанавливать на окнах фиксаторы и решетки. В этом году у нас произошло зафиксировано 2 факта. Один с летальным исходом, а в прошлом году у нас произошло 8 фактов падения детей из окон, 3 из которых, к сожалению, тоже с летальным исходом. Спасибо большое. Если можно, поделитесь, пожалуйста, еще рекомендациями, как действовать при пожаре детям. При пожаре в первом полугодии у нас произошло 346 пожаров, 4 из них по причине детская шалость. С раннего детства необходимо объяснить ребенку, как обращаться с огнем, рассказывать о причинах пожара, его последствиях и о правилах поведения детей при пожаре. Случился пожар, ребенок что должен сделать? Во-первых, если при небольшом пламени ребенок должен потушить самостоятельно, эвакуироваться, в срочном порядке эвакуироваться, после обратиться ко взрослым, что позвонили в противопожарную службу, и всегда ребенок должен знать, что телефон противопожарной службы это 101 или 112. Вечерняя Алматы, есть ли еще вопросы? Вопросов больше нет, благодарю. Благодарим за ответы. Келесі сөз Алматы ақшамының журналистіне беріледі. Қайырлы күн, менің бірінші сұрағым, қазіргі жазғы демалыс кезінде кәмелетке толмаған жасөспірімдердің көбі жұмыс істеп ақша тапқысы келеді. Кәмелетке толмағандар неше жастан бастап жұмыс істей алады, және осы уақытта бала еңбегін заңсыз пайдаланған жағдай тіркелді ме? Бұл сұрақ полиция департаментіне деп ойлаймын, жалпы кәмелет жасқа толмаған балалар, 14 жастан 16 жасқа дейінгі балалар аптасына 24 сағаттан артық жұмыс істеуге болмайды. 14 жастан 16 жастағы балалар жұмыс істеуіне рұқсат, бірақ аптасына 24 сағаттан аспау керек. Сонымен қатар 16 жастан 18 жасқа толмаған, кәмелет жасқа толмағандар 36 сағаттан артық жұмысқа тартылмау керек. Балалар түнгі уақытта жұмыс жасауына тыйым салынған. Түнгі уақыт дегеніміз түнгі 22-ден таңғы 6-ға дейінгі уақытта кәмелет жасқа толмағандарға жұмыс атқаруға тыйым салынған. Сонымен қатар балаларды жұмыстың ауыр түрлеріне, жаңағы денсаулығына зиян, мынау вахтовый метод дейміз ғой, сондай жұмыстарға тартуға тыйым салынған. Балалардың жалпы негізі 14 жасқа дейінгі балаларды жұмыс жасай алады, бірақ дегенмен олар жаңағы циркте, концертте, киноға түсуге, бірақ ата-аналары жұмыс беріп жатқан мекемемен еңбек шартына қол қойып, балалардың құқықтары бұзылмай,
құқықтары тапталмайтын, балаларды қиын, денсаулығына зиян келетін жұмысқа тартпау керек. Ондай жағдай тіркелді ме? Заңсыз пайдаланған. Заңсыз балаларды жұмысқа пайдалану бізге фактісі тіркелген жоқ. Инспекция труда, еңбек инспекциясы бар. Жалпы осы құқық бұзушылықтарды қарайтын, бірақ біздің полиция департаментінде бұндай фактілер тіркелген жоқ. Жақсы, келесі сұрағым, кәмелетке толмағандарға қатысты қанша құқық бұзушылық тіркелді? Жалпы кәмелет жасқа толмағандармен жасалған қылмыс па, жоқ қарсы қылмысты айтасыз ба? Кәмелетке толмаған балаларға қатысты. Кәмелетке толмаған балалар Алматы қаласында осы 6 айдың көлемінде жалпы кәмелет жасқа толмаған балалардың жасалған қылмыстары тіркелді. Оның басым бөлігі мүліктік, жаңағы ұсақ ұрлық, мелкое хищение дейміз, ұрлық жасау, арасында тонаушылық фактілері бар. Барлық жасалған қылмыстар бізде егжей-тегжейлі қаралып, сарапталып, ол қылмыстың жасалу себебі, жалпы балалардың жағдайы, не себептен ол қылмысқа барғандары анықталып, отбасы жағдайы. Жаңа атап өткендей, әр әкімшілікте бізде балалардың құқығын қорғау жөнінде комиссия бар, ведомствоаралық, сол комиссияларда қаралып, бірінші себебін балаларды одан соң есепке алып, сол балалармен профилактикалық жұмыс атқарып, екінші қайтара ол қылмысқа бармау үшін, құқық бұзушылықты қайталамау үшін, жалпы отбасында қиын жағдай болса, бірінші себебін анықтап біліп, сол қиын жағдайдан отбасыны, кәмелет жасқа толмағанды шығару мақсатында жұмыстар атқарылады. Жалғыз полиция департаментімен емес, сол біздің әкімдік, әкімшілік бар, білім басқармасы бар, жаңағы управление благосостояния біздің Алматы қаласының әкімшілігінде. Жалпы барлық заңды мекемелер, балалардың құқығын қорғау жөніндегі мекемелермен бірлесіп, осы балалардың құқық бұзушылыққа бармауына, қиын жағдайдан шығаруына атқарылатын жұмыстар өте көп жасалынуда. Өкінішке орай, биыл балалардың бір 60-тан астам қылмыс жасалған фактілер бар Алматы қаласында. Оның айтып өткендей 80% мүліктік, жаңағы ұсақ ұрлық жасау, тонау фактілерін жасау дегендей, сондай фактілер тіркелді. Жақсы, рахмет. Басқа сұрағым жоқ. Рахмет. Жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылыққа қатысты 24 KZ тілшісінен нақтылау сұрағы келіп түскен екен. Кәмелетке толмағандарға қатысты қандай әкімшілік жаза қолдандыңыздар, және де айыппұл болса, олардың сомасы қанша дейді? Жалпы кәмелет жасқа толмағандар әкімшілік жауапкершілікке 16 жастан бастап тартылады. Ең көптеп кездесетін құқық бұзушылық әкімшілік, ол жаңа айтып өттім ғой, түнгі уақытта үйден тыс жерде ата-анасының ертіп жүруінсіз жүру, сағат 23-тен кейін, түнгі сағат 22-ден кейін ата-анасының ертіп жүруінсіз ойын-сауық мекемелерде отырулары, балалардың жаңағы алкогольдік ішімдік өндірістерін пайдалану, темекі бұйымдарын, сонымен қатар жалпы жаңа айтып өткендей ұсақ ұрлық, сондай фактілері тіркелінеді. Енді оның әрқайсының санкция жауапкершілігі әртүрлі. Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған үшін кәмелет жасқа толмағандарға 10 айлық есептік көрсеткіштен артық айыппұл салуға болмайды. Сондай өзінің бір өзіндік ерекшеліктері бар жауапкершілікке тартудың. Үлкен рахмет. 24 KZ журналистінің екінші сұрағы бар екен. Қазір кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылықтың қандай түрлері жиі болады дейді? Мен қазір ғана қайталап өттім осы сұраққа жауапты. Жалпы айттым ғой, әкімшілік құқық бұзушылықтар басым көпшілігі жалпы қылмысқа қарағанда. Сол ата-анасының қараусыздығынан түнгі уақытта далада жүру, түнгі уақытта ата-анасының ертіп жүруінсіз жүру, өздері құқық бұзушылыққа барады. Сол қараусыздықтың салдарынан не болмаса балаларға қарсы құқық бұзушылықтар жасалынып жатады.
Сонымен қатар жаңағы қылмыстық кодекстің ең көптеп кездесетіні ол мүліктік қылмыстар. Үлкен рахмет. Благодарим за ответ. Журналист от информационного сайта Central Media News KZ направил 2 вопроса, позвольте прочитать. Где именно проводят рейды и какие районы или микрорайоны имеют более опасную обстановку в части правонарушений среди несовершеннолетних? Рейдовые мероприятия, профилактические мероприятия, направленные на недопущение правонарушений, проводятся у нас по всему городу. Невозможно сказать, что в одном городе благополучная ситуация, а вот второй район, точнее районе более криминогенный тип. В основном, конечно, совершаются в центральных районах, густонаселенные у нас есть, микрорайоны, спальни. Во всех районах города проводятся, на всей территории города проводятся наши оперативно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение правонарушений в целом среди несовершеннолетних. Повторить можно вопрос? И второй вопрос есть. Расскажите, как фиксируют или выявляют правонарушения, снимают ли полицейские на камеру на своих жилетах пересечение правонарушений и какова дальнейшая процедура, если поймали нарушителей? Но если это касательно несовершеннолетних, да, сотрудники полиции департамента города Алматы обеспечены и оснащены видеорегистраторами, видеожетонами, которые фиксируют правонарушения. Но в основном несовершеннолетними занимаются у нас сотрудники ювенальной полиции. При выявлении несовершеннолетних в ночное время вне жилища, да, без сопровождения законных представителей, там же на месте приглашаются, желательно на место приглашаются родители, если они недалеко. Но если родителей поблизости нет, несовершеннолетние доставляются в управление полиции, куда в любом случае вызываются законные представители, разъясняются им, значит, за что доставлен несовершеннолетний, суть правонарушения административного либо уголовного, и принимаются соответствующие меры. Спасибо большое. Және де төтенше жағдай қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін қандай алдын алу шаралары жүргізілуде және көп қабатты тұрғын үй терезелерінен балалардың құлауын болдырмауға қатысты қандай ұсыныстар айта аласыздар дейді. Бұл сұрақты орысша жауап берген едіңіз, қазақша қысқаша айтып өтсеңіз. Жаңа өзім айтып өткендей, Алматы қаласында қауіпсіз үй профилактикалық іс-шарасы өтіп жатыр. Осы көп қабатты тұрғын үйлерде осы профилактикалық іс-шара аясында балалардың терезеден құлау бойынша ата-аналармен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Балалардың терезеден құламау үшін ең бірінші баланы жалғыз үйде бөлмеде қалдырмау керек. Негізі жүргізілген анализге қарасақ, көбінесе балалар жалғыз қалғаннан терезеден құлап жатады. Одан кейін баланың терезеге шығып кетпеу үшін жанындағы терезенің жанындағы жиһаздардың барлығын алып тастау керек. Терезеге тор орнатып және фиксаторларды қолдану керек. Жауаптарыңызға рахмет. Благодарю за ответ. Разрешите мне добавить именно к этому вопросу, именно по обеспечению безопасности детей. 16 июня текущего года у нас вступил в действие закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. И в соответствии с настоящим законом введена ответственность родителей или других законных представителей за неисполнение мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних. Вот именно в части падения, да, из окон. Если у нас в статье 127 административного кодекса ранее отражалось неисполнение обязанностей по воспитанию, образованию, защите прав и интересов детей, то дополнена диспозиция, значит, неисполнение мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего. Предусматривается административная ответственность в размере 10 МРП. Пользуясь сейчас этой площадкой, хотела бы предупредить родителей быть бдительными, не оставлять детей одних дома. Если живут в высокоэтажных, высотных домах, то обязательно, значит, фиксаторы нужны на окна. Дети не понимают, что москитная сетка не выдерживает их веса, поэтому очень бывают факты падения из окон детей, к сожалению, с летальным исходом. Поэтому новым законодательством предусмотрены вот такие меры.
прошу это учесть и принять во внимание. Благодарим за ответ. Коллеги, у вас будут еще вопросы? Егер сұрақтарыңыз болмаса, біз бүгінге жұмысымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Дорогие коллеги, спасибо за участие в пресс-конференции. На этом мы завершаем наш прямой эфир.